әкем мен кішкентай кезімде қайтыс болып кеткен екен. Отбасымызда анам, 2 ағам, жеңгем, олардың 2 ұлдары және мен тұратынбыз. Мен мектепті бітіретін жылы екінші ағам Зейін 27 жасында. Өзі сүйген қызы Жамалға үйленді. Жамалдың қолынан келмейтіні жоқ, өте пысық болатын. Ағамның жеңгеме деген қарым-қатынасы керемет еді. Оны келгеннен алақанына салып, бар еркелігін көтеріп, тіпті тік сөйлейтін, адуынды мінезіне қарамай анамда Жамалдың сөзін сөйлейтін. Осы отбасының кенже қызы мен емес, жеңгем Жамал секілді еді. Ал үлкен ағам Ақыл мен жеңгем Ардақ өте сабырлы болатын. Олар үйленген кезінде мен жас болдым да Зейін мен Жамал секілді шынайы махаббаттарын көрген жоқ болатынмын. Жер теліміміз үлкен болатын. Сол жердің бір шетіне бұрынырақта салынып қойған үйлеріне Зейін үйленгеннен соң Ақылбек пен Ардақ бөлек отау болып шығып кетті. Мектепті бітіріп ары қарай оқуға деген ынтам болмай, Жамал келгелі осы үйдегі менің орнымды тартып алғандай, өзімді осы отбасында артық адамдай сезіне бастадым. Сөйтіп, көп ұзамай, біраздан бері сөйлесіп, ұнатып жүрген жігітке тұрмысқа шықтым. Келін болып барған жерімде көп балалы отбасының тұңғышы күйеуім болатын. Тұрмысқа шыққасын Зейін мен Жамалдай болып жүреміз деп ойлайтынмын. Алайда мен ойлағандай болмай шықты. Келін болып ерте тұрып сиыр сауып, отбасы мүшелеріне таңғы ас дайындап, ата-енеме күйеуімнің бауырларына қызмет жасаудан тез жалығып, болмайтын жерден ұрыс шығарып төркініме қайта оралдым. Алайда менің долы мінезімді, жалқаулығымды білетін анам өзімді ұрсып-сөгіп күйеуімнің үйіне қайта алып барып тастады. Сонымен ертегідегідей көрген отбасылық өмірім күнделікті күйбең тіршіліктен көз ашпай өтіп жатты. Одан қалды жетіспеушілік. Өз үйімде ештеңеден таршылық көрмей, бір үйдің еркесі болып, айтқаным айтқан, дегенім деген болып өскен маған мұның барлығына көндігу қиынға соқты. Көп ұзамай қолынан өнері тамған Жамал менің жасауымды өз қолымен тігіп, барлық жөн-жоралғысын жасап, анам мен 2 жеңгем жасауымды алып келіп берді. Осылай жүріп аяғым ауырлап, егіз қыздарды дүниеге келдім. Бұрынғы қиналғаным қазіргі жағдайымның қасында ештеңе болмай қалды. Қыздарыма қарай алмай жылап-сықтап және төркініме келдім. Анам мен Жамал бар жағдайымды жасап, қырқымыздан шығарып бізге қарады. Төркінімде, жүрегімде аға жеңгемнің қарым-қатынасына қызығатынмын. Анама деген құрметі, өзара сыйластықтары, тап-тұйнақтай үй, дәмді тағам, үйіміз жер бетіндегі жұмақтай еді. Мұның бәрін бұрын қалай байқамағанмын деп ойлап күйеуге ерте кеткеніме өкіне бастадым. Ал күйеуімнің отбасында барлығы керісінше еді. Атам анда-санда ішіп алып келетін де енем екеуі айқайласып, ұрысып, барлығымыздың берекеміз кететін. 2 жақта салыстыра келе Жамалға бастапқыда қызыға қарасам, кейіннен қызғана қарай бастадым. Не үшін ол жақсы өмір сүріп, мен осылай жүре беруім керек? Деп ойлай бастадым. Уақыт өте келе өшіге бастадым. Өшігудің арғы жағы жауласуға айнала бастады. Сөйтіп ағаларымның тапқан табысын да қызғана бастадым. Төркініме келген сайын анамның құлағын бұрап, Жамалға айдап салып, сол ісімнен рахат табатын болдым. Сөйтіп ата-енем мен үйдегі бітпейтін шаруалардан, ол үйдегі ұрыс-жанжалдарға төзе алмай бөлек шыққым келді. Ағаларыма келіп жылап-сықтап, жағдайымның нашар екендігін айтып, менің бөлек шығуыма көмектесіңдер дедім. Қайта-қайта жылап келе бердім. Содан ағаларым үйдегі ірі қара малдарын сатып, жетпегенін толтырып, аудан орталығынан үй сатып алып берді. Ата-енем мен күйеуімді тыңдамай бөлек отау болып шығып кеттім. Мен кеткен соң амал жоқ, күйеуім де артымнан келді. Енді тіптен еркінси бастадым. Өзім бей, өзім қожа, қалаған кезімде төркініме барып жатып алатын болдым. Жамалдың төркіні ауқатты отбасы болатын. Біз құдалық жасағанымызда жасауын үйіп-төгіп алып келген болатын. Көздің жауын алатын алтын әшекейлері көп еді. Біздің де жағдайымыз жақсы болғанымен, Жамалдың төркінінің жанында едәуір төмен жағдайда едік. Жамал өте сымбатты болатын, қандай киім кисе де жараса кететін. Оның киімдеріне, алтын әшекейлеріне қатты қызығатынмын. Бір той жиынға баратын болсам, төркініме барып Жамалдың шифонерін ақтарып, қалаған киімімді сұрамай алып киіп кететінмін. Кейін жуымай сол күйі апарып беретінмін. Жамалдың үндемегенін пайдаланып, бір күні оның артынан алып келген үлкен теледидарын өзі жоқта алып кеттім. Сөйтіп еш ұялмай қызармай үйге барғанында маған бір қарады да үндемеді.
Анам былай шығарып алып сөйлеп еді, бір телевизордан кедейленіп қалдыңыздар ма? Ағам алады ғой басқасын. Үйдегі балалар қарасын деп алып кеттім, дедім, бетім бүлк етпей. Содан анам менің бұл ісімді жуып-шайып, теледидарды мен беріп едім, пенсиям түссе жаңасын аламыз, мына қыздың балалары іші пыспасын деген едім деп, Жамалдың алдында ақтала сөйлеп еді. Жамал үндемеді. Сонан кейін анам артымды жауып сөзімді сөйлейді ғой деп еркінсіп, оның алтындарына қол сала бастадым. Бір барғанымда білдірмей алтын жүзігін алып кеттім. Өзі көзбен көріп қолмен ұстамағаннан соң ештеме дей алмады. Ішіме әзәзіл кіргендей мен мұнымен тоқтамадым. Және бір келгенімде ұрлап алған жүзігінің сырғасын сұрадым. Сөйтіп едім, Жамал, бұл анамның сыйлығы, мен үшін қымбат еді. Жүзігін жоғалтып алғаныма қынжылып жүрмін. Үйден іздемеген жерім жоқ, таппай жүрмін, деп бетіме бажайлай қарағанда, не тесірейіп қарайсың, мен ұрлады деп тұрсың ба? Ұрлықшы болсам сенен сұрап не қыламын? Алып кете бермеймін бе? Деп өтірік ашуланып, бұлқан-талқан болып анама жетіп барып, шағымданып шыға келдім. Бұл жолы анам менің сөзімді сөйлеудің орнына Жамалдың сөзін құптап өзіме дүрсе қоя берді. Осы кезде анама ренжіп, мен тұрмысқа шыққанда жартып алтын тақпадың, тура Жамалдыкіндей алтын комплект алып бер, деп бұлқан-талқан болып ашуланып кетіп қалдым. Содан Жамалдың алтын сырғасын берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан дегендей үндемей көрсетпей орайын тауып алып кеттім. Ол аз болғандай үлкен Ардақ жеңгемнің де алтын сырғасына қол салдым. Олар менен күдіктенгендіктерімен көзбен көріп қолмен ұстамаған соң ештеңе деп айта алмайтын. Алайда бұрынғыдай төркініме барсам жылы қабақ танытып қарсы алмайтын болды. Тіптен барғанымды жақтырмай қабақ шыта бастады. Бұл мен үшін таптырмайтын сылтау еді. Ағаларыма, әйелдерің мен келсем жақтырмай бір шәугім шәй беріп күте алмайтын болды, деп әйелдеріне айдақтай салатын болдым. Ештеңеден хабар жоқ ағаларым менің сөзімді сөйлеп, жалғыз қарындасымызды дұрыстап күтіңдер, деп әйелдеріне ренжіп сөйлейтін. Жеңгелерім бірінен кейін бірі дүниеге ұл бала әкеліп жатты. Ардақта 5 ұл, ал Жамал 2 ұлды болды. Ал мен болсам 2 қыздан кейін мүлде бала көтере алмай жүрдім. Қандай жағдай болмасын, барлығына жеңгелерім кінәлі секілді көрінетін. Олардың ұлды болғандарын көре алмай қызғанатынмын. Сөйтіп келген сайын айтқаным болмай қалса, тұқымың тұздай құрысын, деп қарғап-сілеп кететін болдым. Тіпті өз бауырларымды да аямайтын едім. Қазір ойлап отырсам, аузым сондай лас болған екен ғой. Күйеуім төркініңе бара бермей тыныш отыр дегеніне мүлде құлақ аспайтынмын. Төркінімде қандай жақсы нәрсе болса, барлығын өз үйіме тасый бердім. Анамның ұрысып, келе берме, жеңгелеріңнің заттарына тиісуші болма, деген сөздеріне елең етпей жүре бердім. Керісінше, оларды менің ағаларым асырап отыр, деп бет бақтырмай анам менен айтыса кететінмін. Ол аздай аузымнан ақ ит кіріп көк ит шығатын. Қарғыстың қара басына қайта келсе, жаман екенін сол кезде ойламаппын. Қыздарым өсе келе қажеттіліктері арта бастады. Күйеуімнің тапқаны ештеңеге жетпей қинала бастадық. Ойлана келе құрбым Айнаштың жанына емханаға еден жуушы болып жұмысқа орналастым. Жұмысыма барып келіп жүріп жаттым. Жасым өтпей кетпей жатып бір ұлды болсам деп армандайтынмын. Дәрігерлерге қаралсам барлығы жақсы деп шығарып салатын. Солай жүріп әріптестерімнен көрші ауылда бір емші апаның бар екенін, қолынан барлығы келетінін естіп қалдым. Оны да көрейінші, бір көмегі болып қалар деп емшінің мекен жайын алып Айнашқа барып келейікші деп қолқа салдым. Сонымен демалыс күні Айнаш екеуміз көрші ауылда тұратын емші апамызға жолға шықтық. Сұрастыра жүріп үйіне келдік. Адам қарасы баршылық екен. Кезегім келіп ішке кіргенімде түрі сұсты, көз жанары өткір, ұлты басқа арық қатқан қара кемпір отыр екен. Маған назар аудармастан қандай мәселемен келгенімді өзіме айтып беріп таңғалдырды. Өзі қазақша мүдірмей сөйлейді екен. Сонымен біраз күн дем салып, дәрілік шөптерден дәрі жасап беретін болды. Соны ішіп біраз емделсем, балалы бола алатынымды айтып, емдеу ақысына біраз қаржы сұрады. Ондай қаржы менде жоқ болатын. Төркінімнен алатыныма сенімді болып, жарайды, айтқаныңызды беремін деп сыртқа шықтым. Ал Айнаш ақыры келген екенмін деп, болашағын болжатпақ болып ішке кіріп кетті. Көріп кел апаға кіріп кеткен Айнаш бір кезде күлімдеп сыртқа шықты. Өзге адамды суретімен қарап айта береді екен деп айтып қалды. Соңғы кездерде енесімен қарым-қатынасының дұрыс болмай жүргенін айтып, көп шағымданатын. Келесі жолы енесінің суретін ала келемін.
аузын біржолата жаптырамын деп құлшынып келе жатты. Сол кезде менің де ішіме әзәзіл кіріп, соңғы кезде мүлде ұнамай жүрген Жамал есіме түсе кетті. Сонымен төркініме барып көз жасымды көл етіп, мың-қырық өтірігімді айтып жатып керекті қаржыны алып қайттым. Жамалдың бір суретін ешкімге білдірмей қалтама салып алуды да ұмытпадым. Сөйтіп емші апама екінші рет келгенімде маған бір аптадай дем салатынын айтты. Дайындап берген шөп дәрісін біткенінше қалай ішуім керек екенін түсіндірді. Өз жұмысым біткен соң Жамалдың суретін көрсетіп, оның бақытты болғанын қаламайтынымды айттым. Емші апа бетіме ұзақ қарап, біраз ойланып келісімін берді. Сонымен емші апам Жамалды суретіне қарап отырып, арнайы тұмар дайындап беретін болды. Бұл қызмет үшін қомақты қаржы сұрады. Кейіннен Жамалдың өзінен ұрлап алған алтындарын сатып, емші апаммен есептесіп кете бардым. Біраз күннен кейін төркініме келіп ебін тауып, тұмарды Жамалдың жатын бөлмесіндегі матрастың бас жағына шетін сөгіп, ішіне салып тігіп, ешкімге білдірмей бөлмеден шықтым. Көп ұзамай емші апаның емінің нәтижесі ме, аяғым ауырлап, бірнеше айдан кейін баланың жынысын білу үшін УЗИге түстім. Ол бала екенін білгенімде жүрегім жарыла қуандым. Көп өтпей Жамалдың да аяғы ауыр деп естідім. Алайда жатырдан тыс жүктілік болып отаға түсіп қалды. Біраз күн ауруханада жатып үйге шыққанында халін сұрағансып төркініме бардым. Көз алдымда арып жүдеген, өңі бозғылт тартқан, бұрынғы жайлы мінезі жоғалған, қатты өзгеріп кеткен Жамал тұрды. Үй іші біртүрлі суық, бұрынғы жылулық жоқ еді. Өз-өзімнен қипақтап, көп отыра алмай үйіме қайтып кеттім. Ай күнім жетіп, алайда баланың кіндігі мойнына оралып, кесір тілігімен ұлымды босанып алдым. Бұл жолы төркініме барғым келмей, өз үйімде қырқымнан шықтым. Ал Жамал болса, отадан кейін бала көтере алмай көп жүрді. Кейіннен аяғы ауырлап және екінші рет жатырдан тыс жүктіліктен отаға түсті. Бұл жолы трубкасы жарылып кетіп, көп қан жоғалтып, өлім аузынан әрең қалды. Сөйтіп, әрі қарай мүлде бала көтере алмайтыны белгілі болды. Біраз күннен кейін анамның сырқаттанып қалғанын естіп төркініме келдім. Баяғы тап-түйнақтай үйіміз шашылып, кір-қожалақ болып кетіпті. Анам болса өз бөлмесінде, жағдайы онша емес, реңі бозарып жатыр екен. Жамал көрінбейді. Төркінімдегі мына жағдайды анамның халін көріп, Жамалдың бөлмесіне жетіп бардым. Барсам бөлмені тас қараңғы етіп, төсегінде бүк түсіп жатыр екен. Неменеге жатырсың? Деп жұлқып жібердім. Не болды? Деп ақырын орнынан көтерілді. Көз жанары солғын тартып, өңі қудай ағарып, арықтап жүдеп кеткен еді. Көз алдымда құтты тірі өлік тұрғандай еді. Сонда да жаным ашымай, анама неге дұрыстап қарамайсың? Деп ұрса жөнелдім. Ал ол болса ештеңе деп жауап қатпастан сылбып басып асүйге қарай беттеді. Анаммен әңгімелесіп отырғанымызда соңғы кездерде Жамалдың қатты өзгеріп кеткенін, ештеңеге зауқы жоқ, жата беретінін айтты. Тіпті балаларына да дұрыстап қарамайтынын айтып қамығып отырды. Мен түк білмегенсіп басымды изеп отыра бердім. Біраздан соң Зейін жұмыстан келді. Келе сала Жамалға көмектесіп, екеуі кешкі асты дайындай бастады. Сосын жанымызға келген Зейінге: анам ауырып отырса, жейшем бөлмесінде қараңғылап алып рахаттанып ұйықтап жатыр ғой, деп Жамалды жамандай бастадым. Кешкі асы дайын болып, оны бізге алып келе жатқан Жамал менің сөздерімді естіп әкелген асын үстелге қойып маған қарап: жетер, тыныш келіп тыныш кет, болмаса мүлде келме, деп ашуланып даусын көтере сөйледі. Бұлай ашуланып сөйлегенін бірінші рет естіп, оның олай сөйлегенін көтере алмай, жанына жетіп барып жағасына жармаса кеттім. Қойсаңшы, кеше ғана отадан шықты ғой, деп Зейін ұшып тұрып, менің шеңгелше қатып қалған қолымды қатты жұлқып Жамалдың жағасынан ажыратып, мені кері итеріп жіберді. Осы кезде артымнан келіп қалған анамды байқамай, менің салмағаныммен анам екеуміз еденге құлап түстік. Әйеліңе жақтасып бізді итеріп жібердің, деп орнымнан ұшып тұрып, ашу-ызаға булығып, мә саған, деп Жамалдың ішінен бір тепті. Жамал екі қолымен ішін ұстап құлап бара жатты. Бұған менің айызым қанып, аузыма келгенді айтып қарғай бастадым. Сөйтіп едім, құлап еденде жатқан Жамал оқты көздерімен мені атып жіберердей: жүйелі қарғыс жүйесін табар, жүйесіз қарғыс иесін табар, қарғысың қара басыңа көрінсін, Алла жазаңды берсін, деп ашына сөйледі. Зейіннің көмегімен орнынан көтеріліп бөлмеден шығып кетіп қалды. Долданып тоқтамай сөйлеп жатқанымда анам күйіп кетті ғой деймін. Қолымнан жұлқи тартып, өзіне қаратып:
Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызымдайсың. Айналайын-ай, сен кеткен адамсың, енді бізге тыныштық бер, ұялмайсың ба? Үйіңді алып бердік, осы үйдегі бар жақсысын да сұрап-сұрамай тасыдың. Оныңа да көз жұма қарап артыңды жабудан шаршадым. Сені қызым деуге ұялатын дәрежеге жеткіздің мені. Өз отаныңда тыныш отыр. Сыйыңды кетіріп біттің. Енді бет алды мұнда келе берме. Маған Жамалдан артық ешкім қарай алмайды. Мені анаң деп сыйласаң қадіріңді қашырмай аға-жеңгелеріңе тыныштық бер, деп ашуланып ұрсып жұлқылай үйден шығарып, аялдамаға дейін ұрсып шығарып салды. Ертеңіне 2 баласын алып Жамал үйден біржолата кетіп қалыпты. Көп ұзамай ажырасуға арыз бергенін айтып, анам маған келіп барлығына мені кінәлап ұрсып кетті. Сөйтіп ағамның отбасы ойрандалып, бірақ күнде шаңырағы ортасына түсті. Ал анам жүрек ауруына шалдығып ауырып жүрген екен. Жамалмен күндесіп жүріп, анамның жүрегі ауырып жүргенінен бейхабар болыппын. Жамал кеткен соң анам көп ұзамай рабысына қайтты. Осы кезде ғана анамның орны біліне бастады. Ана деген баласы қандай болса да бөліп жармайды екен ғой. Жан жүрегім езіле қайғыра, қара жамылып анамды жер қойнына тапсырдық. Қам көңілменен жүріп, анамның өліміне де Жамалды кінәлап кетіп қалған жеңгемді сыртынан ғайбаттап қарғап отыратынмын. Кейіннен білгенімдей, анам қайтыс болардан біраз бұрын Астанаға кетіп қалған Жамалдың артынан барып кешірім сұрап, Зейінмен қайта қосылуын, ағамның ешқандай кінәсі жоқ қой, немерелерімді жаутаңдатпашы деп өтініпті. Алайда Жамал қайта оралғысы келмейтінін айтып келмей қойды. Анамның 40 өткен соң Зейін Астанаға Жамалдың артынан барып екеуі қайта табысыпты. Анам отырған қара шаңырақ қаңырап бос қалды. Енді төркінім деп қайда барамын деп аңырап қалдым. Бұрынғыда еркелігімді көтеретін анам жоқ еді. Оның қадірін енді біле бастадым. Көзі тірісінде денсаулығың қалай, жағдайың қалай деп бір сұрамаппын. Тек өз қара басымды ғана ойлап, тек бере бер деп бара беріппін. Тым болмаса бір рет сыйлық жасап, анамның көңілін ауламаппын. Мұнымды кеш түсіндім. Анамның орны ойсырап қалды. Ешкімге керексіз. Айдалада бір өзім қалғандай болдым. Анам кеткелі Ақылбек ағам мен Ардақ жеңшем мені үйлеріне жолатпайтын болды. Екеуі Жамалдың артынан барып, қара шаңыраққа қайта келуін қанша өтінгенмен Жамал қайта келгісі келмепті. Ол келмеймін деген соң Зейін де қайта оралмады. Осылай өкінішпен өмірім өтіп жатты. Анамның жылдығасында Жамал 2-3 сағатқа ғана келді де төркінімен бірге қайта кетіп қалды. Мені мүлде танымайтын адамдай бетіме де қарамады. Ас өткен соң көп ұзамай үлкен ағам мен жеңгем үлкен 2 ұлын үйлендірді. Ел сөйлейді-ау деді ме, мені тойларына ғана айтты. Басқа құдалық ештеңелеріне араластырмады. Жамал анамның жылына келгенімен ағамдардың тойына келмеді. Тек Зейіннің өзін ғана жіберіпті. Зейіннің өзі мені көрсе бөтен адамдай суық амандасып менімен мүлде сөйлеспейтін. Осылай өмір өз ағыммен өтіп жатты. Қыздарым бой жетіп екеуі бірінен кейін бірі тұрмысқа шықты. Алайда көп ұзамай екеуі де ажырасып қайта келді. Бірінің күйеуі белсіз болып шықты. Кейіннен сол қызым 2-ші рет тұрмысқа шығып, балалы шағалы болып тұрақтап қалды. Ал 2-ші қызымның бағы ашылмады. Өзінің мінезі тура менікіндей болды. 2-ші рет тұрмысқа шығып 2 қызымен қайтып келген соң басқа тұрмысқа шықпаймын деп қыздарын маған тастап Астанаға жұмыс істеуге кетті. Немерелерімді балабақшаға беріп, сол бұрынғы жұмысымды істеп жүріп жаттым. Ұлым ер жетіп 9-ші сыныпты бітіргенінде, «Мама, маған мотоцикл сатып алып берші» деп қоймады. Қатарынан кем болмасын деп мотоциклін сатып алып берген болатынмын. Көп ұзамай жол апатына ұшырап, бір аяғының тобығына зақым келіп, ұзақ емделіп жүріп, әрең жазылды. Жалғыз ұлымды өбектеп, ерке өсіріп, бетінен қақпайтынмын. Жолдасым ер баланы еркелете берме десе де, оны тыңдамайтынмын. Бағыма орай жолдасым болды. Менің істеріме ашуланып сөйлеп, мен тыңдамайтынымды білген соң қолын бір сілтеп қоя салатын. Кейіннен Зейін мен Жамалдың Астанаға орнығып, баспаналы болып ұлдарын үйлендіргенін естідім. Тойларына үлкен ағам мен жеңгемді шақырып екеуі барып қайтты. Олар Астанадан келген соң Жамалдың тойының қалай өткенін білгім келіп үйлеріне бардым. Екеуі мені аса жақтамаса да, ағам бауырынан баз кешпейді ғой, қабақ шытса да қарсы алатын. Мен Зейін мен Жамал Астанаға кеткелі олардың жағдайларын мүлде хабарсыз едім. Ардақ жеңшем шай үстінде Жамалдың қатты науқастанып ұзақ емделіп жүріп дұрысталғанын айтты.
Бастапқыда Жамалға сонда тұратын ағасы көп көмектесіпті. Кейіннен Зейін барған соң жалдамалы пәтерге шығыпты. Кейіннен Жамал кішігірім асхана ашыпты. Жұмыстары жақсы жүріп, ақырындап дәмханаға айналдырып, қазір жағдайлары жақсы екен. Жақында үлкен жер үй алыпты. Ұлдары жоғары оқу орнын бітіріп, үлкен экономист, ал кіші ұлы заңгер болып жақсы жерде жұмыс істейді екен. Екі ұлы да Жамалға тартқан, ақылды, өте пысық, еңбекқор екен. Ал келін ибалы, текті жердің қызы екені көрініп тұрды, деп жеңгем тамсана әрі сүйсіне отыра айтып берді. Іштарлық деген қаныма сіңген қасиет ба, Жамалды көре алмай ішім күйіп кетті. Сөйтіп сол баяғы әдетіме басып, қалай, олар аз ғана уақыттың ішінде Астанадан үй алыпты? Ең болмағанда Зейін мені қарындасым деп тойына да шақыра алмағаны ма? Күшік күйеу болып кетіпті ғой, деп айта бастап едім. Жеңгем түрі бұзылып шыдай алмай кетті ме? Жетер сырғалы, бейкүнә Жамалға қаншама қиянат жасадың? Сенің қандай сұрқиялық жасағанының барлығын білеміз. Үйді тазалап отқанбыз. Біз ештеңе білмейді екен деп тайраңдама. Апамның көңіліне қарап үндемедік. Енді Жамалды жайыңа қой. Сенен іргесін аулақ салып, тыныш өмір сүру үшін қашқандай болып кетті ол. Қадіріңді онан ара қашырма. Қарғыс айтқаныңды да қой. Балаларыңа зияна тиіп кетеді деп қорықпайсың ба? Адамнан қорықпасаң да Құдайдан қорықсаңшы, деп ұрсып тастап еді. Ағам жеңгеме қой демеді. Осы уақытқа дейін маған қарап сөйлеп көрмеген жеңгемнің бұлай сөйлегеніне ашудан жарыла жаздап, сендерді желкемнің шұқыры көрсін, Жамалдың сөзін сөйлеп өліп барасың ғой, деп өзімнің күнәмді мойындағым келмей, аузыма келгенді айтып, жұлқынып үйінен шығып кеттім. Кейіннен ақыл қалған ұлдарын бірінен кейін бірін үйлендірді. Анамның қара шаңырағын сатып үйлі етті. Ол үйге анам кеткелі ешкім тұрғысы келмеді. Мені кейінгі ұлдардың тойларына шақырмады. Зейін мен Жамал келетін болған соң мені шақырғылары келмеген болар деп ойладым. Ешқашан өз қателіктерімді, қиянат жасағанымды мойындамадым. Менің үйімде де той болар, көрсетемін сол кезде сендерге деп іштей кіжініп жүрдім. Бұл кезде менің ұлым мектепті бітіріп, Алматыға жоғары оқу орнына оқып жүрген болатын. Жазғы демалысында үйге келіп, қатарларының барлығында жеңіл көліктерінің бар екендігін, оның да жеңіл көлік алғысы келетінін айта берген соң, әкесінің қарсы болғанына қарамай, ұлымның көңілін қимай несиеге көлік алып бердім. Ұлымның жүрегі жарыла қуанғанын көріп марқайып мәз болдым. Осы ісім үшін оңбай өкінетінімді білгенімде, ешқашан сол көлікті алып бермес пе едім. Сол жазда сыныптастарымен суға түсіп демалып келеміз деп кеткен ұлым жол апатына ұшырап, көлік ішіндегі 4 баланың 3-еуі тіл тартпай жан тапсырды. Ал біреуі ауыр халде ауруханаға жеткізілді деген суыт хабар келді. Алладан баламның амандығын тілеп, жан ұшырып ауруханаға жеттім. Тілеп алған жалғызымды Аллам өзіне алып кетті. Мұны естігенде жер қақ айырылып, құрдымға құлап бара жатқандай. Есімді жоғалтып тұрған орнымда құладым. Есімді жисам ауруханада жатыр екенмін. Баламның енді жоқ екені есіме түскенінде жан жүрегім езіліп, ішім алаулап өртеніп жатқандай еді. Балам үшін өлуге дайын болған мені неге алмадың деп Аллаға тіл тигізе айқайлап, жер бауырлап, жата қалып күңірене жыладым. Жанымды қоярға жер таппай өз-өзімді тырмалап, жаным жалғызым деп шашымды жұлып, жынданып кете жаздадым. Өзегім өртеніп, қайғыдан қан жұтып қала бердім. Ары қарай тірі өлік секілді ұлымның 7-сін 40-ын бердік. Сол кездерде басым солқылдай ауырып, күннен күнге әлсірей бастадым. Әлсіздігімді ұлымнан айырылып қайғы-мұңға батқаннан болар деп жүре бердім. Бір күні әлім құрып, мұрным бітеліп, ауа жетпей, жоғары дене қызуымен жедел жәрдем шақырып, ауруханаға түстім. Дәрігерлер әртүрлі сараптамалар жасап, аппараттарына түсіріп, басымды ісік барын анықтады. Оған мән бермей, басым ауырса дәрі ішіп жүре беріп, уақыт өткізіп алыппын. Жаман аурудың соңғы кезеңінде екенмін. Дәрігерлер ары қарай көп өмірінің қалмағанын айтты. Қазір енді химиялық ем алудамын. Кезінде ойланбай істеген іс-әрекетіммен оңды-солқы қарша боратқан қарғысым өзімді айналып тапты ма деп ойлаймын. Қарап жүріп еш жаманшылығын көрмеген Жамалға неге соншама өшіккенімді өзімде түсінбеймін. Оған не істемедім, не көрсетпедім. Зейіннің отанын ойратып, шаңырағын ортасына түсіре жаздадым. Анамды зарға ақсаттым. Менің күйігімнен ауырып, ерте кетуіне себепші болдым. Сонда да айылымды жимай тайраңдап жүре бердім. Күйеуімді, балаларымды ойламадым. Өз перзенттерімнің болашағына балта шаптым. Қыздарымның бағын байлап бақытсыз еттім. Тіпті жалғыз ұлымның басын жалмадым.
еш ойланбадым. Мен неге осындай болдым? Енді міне жазасын тартып жатқандаймын. Қателігімді өз басыма келгенімде, бірақ түсініп отырмын. Өкініш өзегімді өртейді. Ойласам, жанымды қоярға жер таппай кетемін. Енді өкінгеннен өте кеш, ештеңені артқа қайтара алмаймын. Жақында ауруханада кезекті химиямды алып жатқанымда артымнан Жамал келді. Сонша зұлымдығымнан кейін де менің көңілімді сұрай келіпті. Біраз отырып сауық кетуімді тілеп шығып кетті. Алдыма келіп тұрған Жамалдан кешірім сұрап, өткен істеріме өкінетінімді айтқым келсе де айта алмадым. Ол кеткен соң оған жасаған қиянатыма, іс-әрекетіме өкіне тоқтаусыз өкіріп жыладым. Осы кездері Жамалдың жүйелі қарғыс жүйесін табар, жүйесіз қарғыс иесін табар деген құлағымда жаңғырып тұрып алатын болды. Сол кездегі көз қарасы есімнен кетпей қайта-қайта көз алдыма келе беретін болды. Тұқымың тұздай құрысын деп ойланбай аға-жеңгелерімді қарғағаным, өз басыма келіп жалғыз ұлымнан айырылдым. Өз өмірім де құрдымға кетті. Ардақ жеңешем үйді тазалап оқыттық дегенде мен жасатқан дуа өзімді айналып таптау. Кімге не жамандық жасасаң, бумеранг секілді өзіңе қайта келеді екен. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тілеп, адамгершіліктен аспағаның дұрыс екен. Алайда мен мұны өте кеш түсіндім. Енді өкінгенменен амал жоқ. Қанша өмірім қалғаны бір Аллаға ғана аян. Тек мені көп қинамай алса екен. Ұлыммен қауыштырса екен деймін. Ақыреттегі амалымды жеңіл етіп, мына дүниеде жасаған кінәларымды кешсе екен деп сұраймын.